Бүгін біз ашытқысыз айраннан дәмді бауырсақ жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы айранымызды құйып аламыз. Үстіне ас содасын салып араластырамыз. Осындай реакция жүреді. Одан соң қант, тұз, ертілген сары майымызды қосып, барлығын венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызды осылай бөліп електен өткізіп, қосып араластырамыз. Алдымен венчикпен араластырып, ары қарай қолымызбен жұмсақ қамыр илеп, оны 15 минутқа тұндырып қоямыз. Қамырымыз тұнған соң, алдымен ыдысымызға май құйып қыздырып қоямыз. Қолымыздан майлап алып, ешқандай ұнды қолданбай, қамырымызды жаямыз. Одан соң осылай бөліп алып, қызып тұрған табада екі жағын қызартып пісіріп аласыздар. Байқасаңыздар, осы жерде мен ашытқы қоспасам да, бауырсақтарым үлпілдек болып көтеріліп жатыр. Байқасаңыздар, дәл осылай пісіріп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қазір сіздерге ортасын көрсетейін, осындай болып шығады.